Көбісі айтады, химия, мумия, көтке саласың, неше түрлі. Мені ашқан бетте сразу химия ғой. Сенің сақалың көмектесті. Титім жеткізіп атсың да мені. Я, тигізіп атқан жоқ, бірақ сақалың жетеді. 15 саналмайды. Рус. Жоқ, болмайды ба. 20. Ал, ассалаумағалейкум достар, құрдастар. Бүгін бізде өте қызықты шығарылым, өйткені біз жарыс ұйымдастырамыз. Бізде бүгін қонақта Рамиль Аблизов, воркауттан чемпион, Қазақстан чемпионы және Европа чемпионы. Ол бүгін өзінің сүйікті жаттығуын таңдайтын болады. Және де Рүстем, бодибилдингтен чемпион. Бұл жігіт гигант. Онымен жарысуға өте қиын, бірақ көреміз. Әйтеуір біз бүгін бір жаттығудан таңдайтын боламыз. Мен бүгін народный жим таңдаймын. Сен ше, Рамиль? Турникте тартылу таңдаймын. Турникте тартылу, оның сүйікті және чемпион болған жаттығуы. Максималды тартылу қанша рет жасадың? 90 келі. 90 келімен бір қайталауға жасайды. Және өз салмағымен кем дегенде бір 50 қайталау жасайтын шығар. Және Рүстем бүгін штангымен тартылу жасайтын болады. Дисциплина будет такова, что выполнение будет каждый сколько весит спортсмен, столько на штанге. Ну, вес штанги таков же. И количество повторений также на максимальное количество. Кто сколько сделает, посмотрим. Қазақша сөзбен айтқанда, өз салмағымен максималды қайталауға жасау керек болады. Мысалы, Рустың салмағын қазір өлшейтін боламыз. Сол салмақпен ол максималды қайталау жасайтын болады. Және де біз өз салмағымен жасаймыз. Бірінші жаттығу ол народный жим. Сіздерге техниканы көрсетем. Кезінде мен народный жимнан чемпион болдым. Өз салмағымен 28 қайталау жасағанмын. 80 келімен. Сонымен біз бастаймыз. Сосын мені көбісі осындай сұрақпен шақырып жүрді. Көбісі айтады, химия, мумия, көтке саласың, неше түрлі сондай бәлелерді айтады. Сондықтан біз қазір шкафымызда қандай нәрселер, тағамдар, киімдер бар екен, соны көрсетеміз. Рүстем, сені тексереміз. Мінекей бұл біздің киінетін бөлмеміз. Бұның аты солярий, кішкентай маскировка. Өтіңіздер. Ал, бірінші Рүстемнің шкафчигін тексерейік. Жабық. Кәнеке, Рүстем. Ашып жібер. Кәні өзің аш. Көрейік. Не бар екен? Керейін ша? Керек. Көрсетейік та құпиямызды. Мәнеке. Мәне ашқан бетте сразу химия ғой. Бытса. Химия ғой, а? Бытса дейді. Бытса. Неше түрлі. Не мынау? Не мынау? Айтсайшы? Проверон? Ё-майо. Сразу білінді. Кім екен? Осылай гиганттар өседі екен. Киімдер. Түсінікті. Так, енді Рамильдің шкафчигін тексерейік. 101, е? 101. Кәнекі Рамиль. Өзің көрсетіп жүр. Химия бар ма? Көрсетсейші. Таблетница. Мұнан ішінде химия. Жоқ, только витамин. Кім білет, витамин ба, химия ма? Ешкім білмейді ғой, дұрыс па? Витамин дей береміз, е? Баклашка дене? Антифриз ба? Так, киім. Все, түсінікті. Өзіндікін. Так. Мінекей. Менің заттарым. Бұл жерде жай обычный шейкер, киім-кешек, наколенник, киімдерім, мынау менің сумкам. Сумкам ішінде химия. Бәрі спортивное питание, протеин,
глютамин, омега-3 жоқ, брат, ондай. Сонымен көрдіңдер ғой, иә? Біз обычно витамин ішеміз, сөйтіп дайындаламыз. Жарайды, біз жаттығуымызға көшеміз. Бірінші жаттығу, ол народный жим. Кеттік. Алдымен салмағымызды өлшеп алайық. Бірінші мен салмағым 81,9. Жарайды, 900 грамм алып тастаймыз. Киім 81 келі. Келесі Рамиль. Рамильдің салмағы 67 келі. Енді Рүстем. Ё-майо, 120. Жарайды, киімді алып тастайық, 121 келі. 120. 120 мен жасайтын болады. Енді салмақтарымыз түсінікті. Алдымен разминка жасап, жаттығуға кірісеміз. Ал мінекей достар, салмағым басталды, 80 келі. Сәл қобалжып тұрмын. Енді кеттік. Да, вот это, у меня еще запас оставался, братан. До 40 можно было догнать. 35 рет жасалдым, бұл менің рекордым. Бұның алдында мен айтқанда 28 рет қана жасағам. Енді жігіттер қалай жасайтын көрейік. Мінекей достар, Рамиль негізі бұл жаттығуды аса көп жаса қоймайды. Бірақ кем дегенде бір 120-130 килограмм бір ретке көтереді. Енді бұл салмақты өз салмағымен бірінші рет көріп жатыр, әсіресе жарыста. Енді қалай жасайтын көрейік. Рамиль, сәттілік. Жиырма 29. Жаса, Рамиль. Хоп, 30. Өте жақсы. Ай, жарайсың, Рамиль. 30 рет. Өте мықты, красавчик. Өте жақсы көрсеткіш. Құттықтаймын. Өте жақсы келетір. Ал, Рүстем. Мінекей, салмақ 120 келі. Рүстем бастайды. 1, 2, 3. Кеттік. Он екі. 13. Опа! 13 рет. Жарайсың, е. Үлкен салмағы 20 келі деген. Ай, жарайсың. Құтты болсын. Қазіргі уақытта бұл жаттығудан мен чемпион. Келесі жаттығуға көшеміз. Рамиль бұл жаттығудан Европаның чемпионы болған. Тартылу. Мен білем, ол максималды кем дегендей 50 қайталау жасайды. Мен соңғы рет видеода көргендей 32 рет жасағам. Енді осы жолы одан көбірек жасауға тырысамын. Жарысамыз әйтеуір. Кеттік. Мінекей достар, көздеріміз қып-қызыл. Сәл өшіп қалдық. Келесі жаттығу тартылу. Рамиль бұл жаттығуда дұрыс техникасын көрсетеді. Және де жеңілген бастайды. Рүстем бастайды. Ал Рамиль техникасын көрсетер, қалай жасайтын боламыз. Дұрыс жасайық бәріміз. Айтпақшы, Рамильдің энергетика
тренировканың алдында кол ішіп алады. Мінекей қараңдар. Біз жай қарапайым суда. Өзімізге ыңғайлы қуат ұстаймыз. Аха. Ең бастысы төбеге көтерілгенде до конца көтерілу. Соңына дейін, аха. Полностью. Жеткізу керек. Соңына дейін, е? Аха, все, түсінікті. Енді Рамиль разминка жасап алып, мен разминка жасамай, күш керек бұл жаттығуға. Я просто Рүстем бастайды. Я разминку сделай. Ага. Жарайды, мен де бір разминка жасап алайын. Жетеді. Жаттығудың алдында осындай бормен қолды жақсылап тұрып сүртіп алу керек. Бұл Рамильдің фирмалық бор. Аблизов Рамиль деген. Мені қараңыздар. Өзі бренд қой, ходячий бренд. Ал Рүстем. Мінекей Рүстем бастайды. Кеттік, 120 келі. Он бес саналмайды, соңына дейін бармады. 14 рет қана санаймыз. Дұрыс болсын бәрі. Пускай все будет честно. Ал енді келесі бастайтын Рамиль көрейік. Рамиль жеңілсін, Рамиль жеңілсін, Рамиль жеңілсін, Рамиль жеңілсін. Рамиль өзін бойына келетін турниктер жасайды. Ал Рамиль 1, 2, 3 бастаймыз. Кек ұстап жасайды екен өзі. Қарақ. Мә саған. Мен білем, не нәрсе саған көмектесін. Сенің сақалың көмектесті. Бүйтіп жеткізіп атсың да мені. Я, тегізіп атқан жоқ, бірақ сақалы жетеді де оның. Біздің де сақалымыз бар. Фишкасын білем енді Рамильдің мен. 40 рет жасады. 40 рет. Мен 40 рет әлі жасаған жоқпын. 41 жасайық. Жарайды, 41 жаса салам. Кеттік. Жоқ, болмайды бұл. Ал енді кеттік. Үшінші спортшы Акбар Жармағанбетов. Турникте тартыламыз. 41 рет. Цель 41 рет тартылу. Басталды, шешінде. Ал 1, 2, 3, кеттік. Жиырма екі подбородок, 23. Жиырма 25. 26. 27. Аяқталды. Базар жоқ. Базар жоқ. Мен кішкене қол бұзылып кеттім да, ана техникам кішкене бұзылып кетті. Болады. Темп ұстап алу керек та. Үйретпейсіз бе алдын ала? Көрсетпейсің бе біз секреттердің, техникаларында? Секретарды ашпаймыз ғой олай. Біреуін біліп қойдың, бірақ сақалды. Жарайсың. Бұл жаттығуда енді әрине Рамиль чемпион. Келесі жаттығу тяга штанги в наклоне. Мен де берілмеймін 80 келімен. Рүстем 120 мен жасайды. Көрейік кім чемпион болатын. Сонымен кеттік. Ал достар, соңғы жаттығу, соңғы сайыс. Тяга штанги в наклоне
салмақ 120 келі. Рүстемнің өз салмағы 120 келі, бойы 2 метр. Пол бастайды. Отас! Ай! Жарайсың, красавчик. Менде палуан гигант деген осы ғой. 30 рет жасады, мәссаған. Біз қалай жетеміз оған, а? Достар, келесі мен бастаймын. 80 келі. Ауырып тұрған белімен жасау өте қиын. Ай! Рус! Бір рет тарта алмай қалдым. Жігіттер, жарайды кішкене Русқа. Фора бердік деймін. Рустен чемпион болып қалсын дегенім ғой. Қиын, өте қиын. Настрой. 32 рет. Давай, жеңілме, мойыма. Кеттік. Жиырма 27, 28, 29, тоқтай! 30, 31, 32, 33, 4, 5. Красавчик. Жарайсың. Чемпион. Рус. Все, осы жол енді чемпион емессің сен бар ғой. Біздің бағдарламамыздың. Жеңіп тастады. Нормально? Красавчик. Да. Ну я говорю, ему самый легкий досталось. 65 килограмм. Я 65 тоже могу 35 раз делать. Мінекей достар, біздің жарысымыз аяқталды. Өздеріңіз көргендей ешкім чемпион болып қалған жоқ. Әрқайсысы өз жаттығуында мықты. Бұл жерде былай ғой енді. Бұлар үшеумізде әртүрлі үш категориядамыз. Салмақтарымыз да әртүрлі. Әрине, әрқайсымыз өз жаттығуында, өз салмағында сәйкес келетін жаттығуларында өте мықты. Сондықтан біз осымен бітірмейміз. Келесі жалғасымыз біз ауылда жасайтын боламыз. Ол жаттығулар ауылдың шаруаларына қатысты жаттығулар. Сонымен біз аяқтаймыз. Рахмет достар, сіздермен болған Рамиль Аблизов, воркауттан чемпион, бодибилдинг чемпионы Рустем Бекмырзаев және мен Ақбар Жармағанбетов. Келесі кездескенше.